Қыздар, саламатсыздар ма? Мен бүгін осындай қатпарлы самса жасайын деп жатырмын. Сіздерге соны көрсетсем ба деймін. Бұл менің қамырым. Қамырды мен кеше дайындап қойдым. Өйткені қамыр үлпілдеп әдем болып тұру үшін мен бұл қамырдың құрамын видеоға түсірген жоғым. Сондықтан сіздерге айтатын болсам, бұл жерде бір жұмыртқа, 3 қасық сұйық май, кішкентай қасықтың ұшымен ғана дрожж және тұз қостым. Тұз қосып жылы суға иледім. Менің қамырым өте жұмсақ, әдем болып тұр. Ет тамақтың қамырындай ғып иледім. Және осы қамырды қазір біркелкі тегіс етіп жаятын боламын. Міне мен қамырымды жайып қойдым. Теп-тегіс өте үлкен қамыр шықты. Жұқа. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай барлық жағы біркелкі жұқа. Енді осы қамырды жылы отта ерітілген сармай, кез келген сармайдың түрлерін алсаңыздар болады. Осылайынан жылы отта ертіп қамырға құйып шығамыз да, қамырдың барлық шетіне жағып шығамыз. Мен міне қамырдың барлық шетіне жағып болдым майды. Барлық шетіне міндетті түрде тиюі керек. Енді осы қамырды шетінен бастап ішке қарай біркелкі орай бастаймыз. Қыздар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қызыл подписация кнопкасын міндетті түрде басыңыздар. Менде әлде де талай керемет, ерекше тамақ түрлерімен сіздермен бөлісетін боламын. Және менің каналымдағы басқа да тамақ түрлерін көріп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Қыздар, мен жаңа ораған қамырымды тағы да осылай орап, табаққа салып, енді мен бұны тоңазытқышқа жіберемін. Ол тоңазытқышта 20 минут тұру керек. Менің қамырымның түсі де, өзі де өте әдемі болып тұр. Қолға ұстағанда өте жақсы, жұмсақ. Енді мен қамырым тоңазытқышта тұрған кезде өзім фаршты дайындауға кірісемін. Менде әдеттегідей жылқының еті. Мен жылқының етін майдалап күнделікті тамаққа қосатындағыдай етіп кішкене қылып турап алдым. Себебі мен бүгін фаршты блендердің көмегімен жасайын деп жатырмын. Еттерімді блендерға салып, міндетті түрде оның түбіне су құю керек. Сусыз блендермен етті тартуға болмайды. Бұл блендермен өте уақытымызды үнемдейміз. 1 минутта тартып береді және тегіс, біркелкі өте ұсақ етіп әдемілеп тартып береді. Ал көп көлеміндегі етті фарш қылып тартатын болсам, ол кезде массировка қолдануға тура келеді. Ал блендермен осындай аз етті тез-тез турап алуға болады. Міне менің фаршым дайын. Енді осыны жоғарғы қызудағы отқа қойып, сковородкамызге қуырамыз. Мен еттің құрамына, яғни фарштың құрамына тек қана қызыл ащы бұрышты ғана қостым. Себебі біздің үйде басқа дәмдеуіштерді өте қатты жақсы көре бермейді. Мысалы, жуа, чеснок немесе өздеріңіз қалағандарыңыздай тағы да басқа дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Менің етім қайнап жатыр. Астын басып қойып, сәл тағы қайнатамыз. Болғаннан кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, міне видеодағы көріп отырғандарыңыздай кішкентай етіп тураймыз. Қыздар, егер самсаны өздеріңіз үлкен қылып турайтын болсаңыздар, яғни пісіретін болсаңыздар, мына қамырды үлкен қылып кессеңіздер болады. Ал кішкентай қылатын болсаңыздар, осындай кішкентай етіп турайсыздар. Менің самсам кішкентай қыламын деп шештім, сондықтан қамырды да кішкентай қылып кестім. Енді осы қамырларды біртіндеп осылай оқтаумен жаямыз. Жұқа, өте жұқа етіп жаямыз. Қыздар, менің каналыма жазылып отырыңыздар. Қызыл подписацияны міндетті түрде басыңыздар.
Қамырым жайылып жатыр. Біркелкі етіп жайылды. Жұқа. Және осы жайылып болғаннан кейін оның ішіне өзімнің фаршымды салып, осылай үшбұрышты етіп жан-жағын түйемін. Осылай шығады. Міне, көріңіздер, және осының теріс бетін, осы теріс бетін табаға саламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай теріс бетін салып, бетіне тек қана жұмыртқаның сарысын ғана жағамыз. Сарысын бөліп алып, әр самсаның бетіне жағып шығамыз. Қыздар, өздеріңіз қалап, егер қаласаңыздар, бетіне кунжут жақсаңыздар болады. Мен жақын жерде дүкендерден кунжут таппағандықтан тек қана осылай жұмыртқаның сарысын жағып қоя салуды жөн көрдім. Самсаны духовкаға дайындап жатқан кезде духовканы қосып қыздырып қоямыз. Міне, менің самсаларым пісті, өте әдемі, түсі де әдемі. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қатпарлы самса. Мен ұстап жатсам, өзі шытынап сынып жатыр. Иісі де бұрқырап тұр, керемет. Жасап көріңіздер, қыздар.